Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы видеоны өңдеу, жоба құру. Жобаның мақсаты видео ақпаратпен жұмыс жасау, видеоға дыбысты, мәтінді жазу. Жобадағы бірінші тапсырма Абай Құнанбайұлының табиғат туралы өлеңдерін негізге ала отырып, бумаға интернеттен суреттер, ақпараттар жинақтау. Бірінші тапсырманы орындайық. Google браузерінің іздеу жолағына Абай Құнанбайұлының табиғат туралы өлеңдеріне байланысты картинкаларды іздейік. Мысалға, қазіргі қыс мезгілінің картинкасын алуға болады. Қыс мезгілі деп жазасыздар. Мезгілі. Картинка бөліміне өтесіздер. Ұнаған суреттің үстінен басып, тінтуірдің оң жағын басу арқылы сохранить картинку как керекті жерге картинкаларды сақтап аламыз. Бума ашамыз. Видео жазба. Осы буманың ішіне бірінші суреттеп дәл осылай қыс мезгіліне байланысты 3-4 сурет сақтап алсаңыздар болады. Екінші тапсырма. Видеопад редакторында жиналған ақпарат пен видео жазба жаса, микрофонды пайдаланып, Абайдың табиғатқа арналған бір өлеңін оқып, өз дауысыңмен дыбыс жаз. Екінші тапсырманы орындайық. Видеопад редакторын ашамыз. Жаңа проекті батырмасын таңдаймыз. Интернеттен көшірілген картинкаларды видеопад редакторына енгіземіз. Ол үшін добавить файлы батырмасын қолданамыз. Керекті суреттерімізді тінтуірдің көмегімен бірлесіп, открыть батырмасын басамыз. Дәл осылай суреттердің барлығын енгіземіз. Суреттерді жолға қоямыз. Бірінен соң реттілікпен қойсаңыздар болады. Әрі қарай Абай Құнанбайұлының қыс туралы өлеңінің бір шумағын запись батырмасы арқылы оқып жазыңыздар. Ақ киімді, денелі, ақсақалды, соқыр мұңқау танымас тірі жанды, үсті басы ақ қырау, түсі суық, басқан жері сықырлап келіп қалды. Картинканың астыңғы жағындағы жолға қоямыз. Оқушылар, енді дыбысымызға переходтар және эффектілер қосып көрейік. Мысалға, жұлдыз, үстіге, астыға қарай переходтарды жасаймыз және де эффектілерді қоюға болады. Ол үшін плюс таңбасын басамыз және керекті эффектілерімізді таңдауымызға болады. Енді дайын болған жұмысымызды көрейік. Ақ қырау, түсі суық, басқан жері сықырлап келіп қалды. Енді жобамызды сақтайық. Ол үшін сохранить как батырмасын басамыз. Керекті файлымызды таңдап, видеомызды сақтаймыз. Атымызды жазамыз. Сохранить батырмасын басамыз. Тапсырма. Батырма қызметтерін жаз. Жарайсың. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.